сметанник дайындаймыз. Асыққанда немесе аяқ асты қонақ келе жатқанда өте ыңғайлы. Коржиктар сияқты песочный тестосын айтсаңызшы. Дәмі нәзік, үлпілдей пирог. Видеоға лайк басып, колокольчикпен тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін біз 250 грамм ұнға 1,5 шай қасық қопсытқыш араластырып, 200 грамм сары майды ұнға салып алып, үккіштен өткізіп, 4 қасық қантты және 1 жұмыртқаны жарып, кішігірім сүт, айран немесе су қосып, жақсы қамыр илейміз. Қамырды формаға салып, қолмен жайып алдым. Сол мезетте былайша айтқанда кремімізді дайындаймыз. 600 грамм қаймаққа 1 бокал толтырмай, яғни 180 грамм қант саламыз. Дәм беру үшін кішігірім ванилин сеуіп және 4 жұмыртқаны жарып, толықтай бір келкі болғанша венчикпен немесе вилкамен араластырамыз. Дайын кремді қамырдың бетіне құямыз. Қамырды биігірек етіп жайып аламыз, кремнен сәл асып тұруы керек. Песочный тестаны жарты сағаттай тоңазытқышта тындырып қойсаңыздар болады, немесе алдын ала бір күн бұрын жасап, керек кезде қолдансаңыздар болады. 180 градус қызып тұрған пеште әр духовкаға байланысты 30-35 минут піседі.